Бәріңе сәлем, бүгін мраморлы шоколадты печенье дайындаймыз. Өте жұмсақ, дәмі нәзік, әрі дастарханның сәнін келтіретін печенье. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны салып, оның үстіне қант ұнтағын саламыз. Екеуін біріктіріп, араластырып аламыз. Ал осы рецепті жасамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Кейін какаомызды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Какаоны міндетті түрде үкіштен өткізу керек, себебі осындай қалдықтар қалып қалуы мүмкін. Ал енді еріген және салқын сары майымызды құямыз және де жақсылап тұрып араластырамыз. Ең соңына қарай ұнымызды және де аз қопсытқышты қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде осындай қою масса шығуы керек. Ал енді дайын болған тестамыздың үстін осылай пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 20-30 минутқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан алғаннан кейін қасықтың көмегімен кішкентай бөліктерге бөлеміз. Әр бөлігімізді қант ұнтағына аунатып аламыз. Қант ұнтағына себебінен бізде мраморлық эффект береді. Жасалынған печеньемізді духовкаға қызып тұрған пешке 20 минуттай пісіреміз. Енді әркімнің пеші әртүрлі, соған байланысты 15-20 минут кетуі мүмкін. Біздің печеньеміз дайын, өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі болып шығады. Қалауларыңыз бойынша үстінен тағы да қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Біздің печеньеміз дайын. Барлықтарыңызға рахмет, ас болсын, маған тіркеліп кетіңіздер.